Шавкат Рахмонов американдық UFC промоутерлік компаниясымен келісім шартқа отырған алғашқы қазақстандық боксшы. Жастық шағында ол қарапайым грузчик болу жұмыс істеді, ал қазір ол UFC-дің рейтингіндегі алғашқы ондықта. Шавкат пен оның әкесі ұлты қазақ, үлкен Алшын руының Әлімұлы тармағының Шекті руының Алтыбай руына, шешесі Қоңырат руынан. Шавкаттың атасының тегі Рахман болған. Өзбекстан ақаш қызметкерлерінің қателігінен отбасы Рахмоновтар болып кеткен. Жауынгердің лақабаты Намат. Бойы 185 см, салмағы 177 келі. Медиа Рефери порталының мәліметінше, Рахмоновтың байлығы $1 миллион бағаланған. Горилла компаниясымен ынтымақтасып келді. Шавкат ішімдік пен букмекерлік кеңселерді жарнамаламайды. Рахмонов үйленген, оның 3 баласы бар, 2 қызы және 1 ұлы. Қоян қолтық ұрыстан әлем чемпионы атанған Шавкаттың әкесі Сорада қазір аралы жекпе-жектен өнер көрсетеді. Шавкат 1994 жылдың 23 қазанында Өзбекстанда дүниеге келген. Сурхандария облысы Шырчи қаласында өскен. Бала кезінде Шавкат әртүрлі спортпен айналысқан. Оның айтуынша көшеде өскен, сондықтан ол жиі төбелесетін және үлкен жігіттерге қарсы тұрудан қорықпайтын. Бокспен айналысуға Федор Емельяненко мен Миро Филипповичтің жекпе-жектері шабыттандырды. 16 жасында отбасы Қазақстанға көшті. Бұл жерде оның туыстары тұратын. Рахмоновтар қазақ тілін білмегендіктен кез келген жұмысты істеуге мәжбүр болды. Ата-анасына көмектесу үшін Шавкат базарда қарапайым жүк тиеуші болып жұмысқа орналасты. Ол жауынгерлік самбо, бокс және панкратион бойынша жаттығуларды бастады. Жігіт кейде жұмыстан шаршап, аяғынан әрең тұрып қалса да, ерік-жігерін жинап жаттығуға барған. 19 жасында Шавкат Көкшетауға қоныс аударып, бапкер Баян Жанғаловпен бірге жаттыға бастады. Кейін Көкше академиясының дене шынықтыру және спорт факультетіне оқуға түседі. Санкт-Петербургте Рахмонов финалда Өзбекстан өкілі Ахлидин Мирза Давлатовты жеңіп, аралас жекпе-жектен әлем чемпионы атағын жеңіп алды. 2014 жылы Шавкат М1 Global Promotion'ымен келісім шартқа отырған. Ол өзінің дебюттік жекпе-жегінде Адам Цуровты жеңді. 2018 жылдан бастап Шавкат Қазақстан аралас жекпе-жек федерациясыны өткізген жекпе-жектермен өнер көрсетуді ұштастыра бастады. Сол жылдың мамыр айында спортшы Фариуддин Адиловты техникалық нокаутпен жеңіп, KZMMAF чемпионы атағын жеңіп алды. 6 айдан кейін Рахмонов қырғыз Ринат Саяқбаевқа қарсы белбеуін қорғауға мәжбүр болды. Жекпе-жек 5 минутта аяқталды. Қарсыласы нокаутқа түсті. 2019 жылдың наурыз айында Шавкат жартылай орта салмақтағы М1 Global'дың босс титулын жеңіп алды. 3 айдан кейін Рахмонов белбеуін қорғауға мәжбүр болды. Тиаго Варижаумен кездесу 5 минутта қазақстандықтың жеңісімен аяқталды. 2019 жылы Шавкаттың арманы орындалды. Ол UFC американдық ұйымымен келісім шартқа отырды. Рахмоновтың лигадағы дебюті 2020 жылдың қазан айында Абу-Дабиде өткен. Қарсыласы Алекс Оливейра болды. Жекпе-жек аралас салмақта өтті. Себебі бразилиялық салмақ өлшеуді жіберіп алды. Гонорарының 20% қарсыласының пайдасына кетті. Жеңу үшін оған 4 минуттан астам уақыт қажет болды. Жекпе-жектен түскен жалпы сома $37,500 құрады. MMA промоушеніндегі екінші жекпе-жегін 2021 жылдың маусым айында өткізді. Қарсыласы бразилиялық Мишель Празерис болды. Жекпе-жек басталғаннан 2 минут өткен соң Шавкат артқа тұншықтыру әдісін орындады. Бұл оның UFC рекорды. 2-ден өлге, жалпы рекордын 14-тен өлге жеткізді. UFC-дегі 3-ші жекпе-жегі 2022 жылдың ақпан айының басында Лас-Вегаста өткен. Рахмоновтың қарсыласы болып Карлстон Харрис тағайындалды. Шавкат бірінші раундта қарсыласына күшті айналмалы соққы беріп жеңіске жетті. Сөйтіп UFC рейтингіндегі 15-ші орынға ие болды. 2022 жылдың наурыз айында Рахмонов промоушеніндегі үздік 10 боксшының бірі болған Нил Магниге қарсы шықты. Америкалық шақыруды қабылдап, жекпе-жек сол жылдың жазында өтті. Шавкаттың жолы тағы болды. Ол тұншықтыруды орындап жеңді. 2023 жылдың наурыз айында мансабындағы 17-ші және UFC-дегі 5-ші жекпе-жегін өткізді. Оның қарсыласы осы уақытқа дейін әлемдік рейтингте 7-ші орында тұрған Джефф Нил болды. Боксшының жекпе-жектерінің көпшілігі мерзімінен бұрын аяқталды. Рахмонов UFC-дегі 5-ші жекпе-жегі үшін $191,500 табыстапты. 2023 жылы 17 желтоқсанда Рахмонов Лас-Вегаста өткен UFC 296 турнирінде америкалық Стивен Томпсонды жеңіп, өзінің UFC-дегі 6-ші жекпе-жегінде жеңіске жетті. Жекпе-жек 2 раундқа созылды. Жекпе-жектен кейін спортшы UFC чемпиондық белбеуі үшін жұдырықтасуға дайын екенін айтты.